Сәлем достар, сіздермен бірге оқиғалар. Мен бүгін сіздерге «Обратные дороги» фильмінің қысқаша сюжетін баяндап беретін боламын. Бейне басталмас бұрын каналға жазылып лайк басып кетіңізші. Бұл сіздер үшін бірнеше секундтық іс. Ал біз үшін үлкен қолдау. 1993 жылы Бонни Альтмайер күйеуін өлтіргені үшін қамауға алынды. Оның үлкен баласы Харли колледжге барудың орнына кішкентай 3 сіңлісінен қамқорлық жасау үшін үйінде қалады. Мисти мен Джоди тамаққа дауласып жатыр. Сондықтан Харли оларды тоқтату үшін Джодиге өз үлесін береді. Харли кейінірек азық-түлік дүкеніне жұмысқа барады. Ол жерде көршісі Кали Мерсерді кездіреді. Әйел жігіттің сіңлілері жайлы сұрауда. Содан кейін оның қарындасы Джодиді өз үйіне шақырады. Көп ұзамай Харли үйіне оралып, ұйықтар алдында қарындастарының жағдайын тексереді. Түнгі таман ол кенет Эмбердің қонақ бөлмеде басқа еркекпен жыныстық қатынасқа түсіп жатқан жерінен оянып кетеді. Ол дереу мылтығын алып ұмтылады. Бірақ әлгі еркек тез қашып кетті. Эмбердің ісіне қатты ашуланған ол диванды сыртқа алып шығып жағып жібереді. Келесі күні таңертең Харли мен Джоди аналарымен жолығу үшін түрмеге барады. Бонни оларды көргеніне өте қуанышты. Келесі күні Харли өзінің психологымен кездеседі. Бетти одан әкесімен қарым-қатынасы туралы сұрай бастағанда, Харли ол жерден тез кетіп қалады. Кейінірек Харли Джодиді алып кету үшін Калидің жанына тоқтайды, ал үйленген әйел оны үйге шақырады. Ол Харлиге өзінің жинаған сурет туындыларын көрсетеді. Харли сол күні үйге кеш оралып, тамақтанып отырған бауырларын көреді. Эмбер оның рубашкасы киіп алғанына сөге бастайды. Бұл екеуінің арасындағы дауға алып келеді. Харли Эмберді еркектермен көп қатынасқа түсетінін айыптауда. Оған ашуланған Эмбер кетіп қалады. Ал Харли оған көршісі сыйлаған кітапты оқуға кіріседі. Түнгі таман Харли кенеттен өзін нашар сезіне бастайды. Оның бойын қорқыныш билеп, ол Калидің үйіне қарай жүгіреді. Көршісі оған не болғанын білу үшін жүгіріп шығады. Кейінірек екеуінің қалай өзен жағасында махаббатпен айналысып жатқанын көреміз. Келесі күні таңертең Харли құмда жалғыз оянады. Үйіне оралғанда Джодидің Мистидің қанды футболкасын ұстап тұрғанын көреді, ал қыз оны орманда тауып алғанын айтады. Жұмыста Харли Калидің өз балаларымен бірге жүргенін көреді. Ол оларға көлікке азық-түлік тиеуге көмектескеннен кейін Кали кешегі ісі үшін кешірім сұрап, өзінің көмектескісі келгенін айтады. Харли болса өз кезегінде әйел туралы жиі ойлайтынын мойындайды. Екеуі сезімге ерік беріп сүйісейін деп жатқан, алайда оларды балалардың дауысы үзеді. Сонда Кали оны жұмыстан кейін үйге шақырады. Өйткені күйеуі қазір сапарда екен. Осылай жұмыстан кейін Харли Калидің үйіне келіп, екеуі тағы да жақындасады. Келесі күні таңертең Кали Харлиді оятып, балалары оянбай тұрып кетуі керек екенін айтады. Үйіне келгенде Эмбер оған Мистидің төсегінің астынан $1000 тауып алғанын ашуланып айтады. Харли Мистиден ақшаны қайдан алғанын ұрсып сұрай бастайды. Бірақ қарындасы бұл Боннидің ақшасы екенін айтады. Эмбер одан ақшаны тартып алып, ақыры бұған жүргізуші көлігін алатынын айта бастаған. Алайда Харли бұл ақшаға үйдің салығын төлейтіндерін айтады. Ертесіне оның үйіне Кали келіп, Джоди оның қызы Эсмеге берген хатты қолына тапсырады. Ол кеткен кезде хатты оқыған Харли Мистидің мысықты өлтіргенін біледі. Сәрсенбі күні Харли қайтадан Калимен кездеседі. Әйел өзінің Харлимен төсектес болған алғашқы әйел екенін біледі. Харли таңертең оянғанда Калидің кетіп қалғанын көреді. Үйіне қайтып келгенде Харли тоқтап тұрған жүк көлігінің жанында күтіп тұрған Дилан есімді белсіз еркекті көреді. Сөйтсе ол Эмберді өзімен бірге алып кетпек екен. Харли оны тоқтатуға тырысқан, алайда Эмбер оны тыңдамай кетіп қалады. Харли көзіне жас алған Джодиге жақын арада ораламын деп уәде береді. Джоди бөлмесінде қыз Эмбер Мисти екеуі Харли үшін ұрсып қалғандықтан кетіп қалды деп ойлайды. Харли Джодиден Мисти саған өзінің қанды көйлегеннің себебін түсіндірді ме деп сұрайды. Джоди білмеймін деп жауап қатады. Бірақ бұл әкесінің қаны болуы мүмкін екенін айтады. Өйткені ол әкесі қансырап жатқанда қалай Мистидің оны құшақтағанын көрген екен. Харли әкесін атып өлтірген Мисти екенін түсінеді және Джодидан неге полицияға хабар бермегенін сұрайды. Джоди өйткені менен бұл туралы ешкім сұрамады деп жауап қатады. Ертесіне ол Бонниге барып оны айыптай бастайды. Сен әдейі түрмеге түстің бізді тастап кету үшін деп. Содан кейін Харли Мистидің әкесімен қандай қарым-қатынаста болғанын сұрайды. Бонни білмейтіндей кейіп танытқанда, Харли Мистидің қылмысын өз мойнына алудың қажеттілігі жоқ деп жауап қатады. Бонни Мистидің оны қызғанғанын және оны атып тастамақ болғанын,
алайда араларына әкесі тұрып қалғанын айтады. Шошынған Харли оны жынды деп айқайлайды, сондықтан күзетшілер оны алып кетуге мәжбүр. Кейінірек ол үйіне қайтып келіп, қонақ бөлмеде көгерген Амберді көреді. Харли одан сен неге әрқашан өзіңді қорлайтын еркектерді таңдайсың деп сұрайды. Эмбер болса бастысы олар мені қаласа болды деп жауап қатады. Осыдан кейін ол Калиге қарай жол тартады. Әйел оның келгеніне разы емес, өйткені бүгін үйде күйеуі бар екен. Харли оған деген махаббатын мойындағысы келген. Бірақ әйел онымен төсектес болып жүрсе де, өзінің отбасын құртқысы келмейтінін айтады. Көңілі қалған жігіт үйіне оралады. Харли келесі күні таңертең оянып, оның жанында жатқан Эмберді көргенде шошып кетеді. Оның қарындасы оған ұнағанын айтады. Бірақ Харли енді маған жолаушы болма деп айқайлап жібереді. Эмбер оның тек Кали туралы ойлайтынын түсініп, ол әйел сені ешқашан шын жақсы көрмейді деп айқайлайды. Мисти Харлиге оның Эмбермен ұрысын естігенін айтады, бірақ оған бәрібір екен. Ол кетіп бара жатқанда Харли шындықты білетінін мойындайды. Бірақ Мисти өзінің еш өкінбейтінін айтады. Ол мен емес, сен әкемізді өлтіруің керек еді деп жауап қатады. Кенет Харли өзінің бүгін Калимен кездесетін күндері екені есіне түсіп кетеді. Ол дереу кездесетін орындарына жүгіріп барады, бірақ онда Кали өлі жатыр. Сыртқа шыққанда қолында қару ұстап тұрған Эмберді көреді. Осы сценадан кейін Харлидің тергеу бөлмесінде отырғанын көреді. Мансур одан сен Калиді қайдан білесің деп сұрауда. Харли онымен көрші болғанын айтады. Мансур оған таңырқап қарайды. Сен неге Калиді алыстан атып, бұны аңшылыққа шыққанда кездейсоқ тиіп кеткен оқ деп хабардамадың деп. Өйткені бәрібірде ешкім олардың арасында роман болғанын білмеуші еді. Сосын Мансур сен не үшін оны аттың деп сұрайды. Харли өтірік айтады, мен оны күйеуінен қызғандым деп. Бірнеше күннен кейін Харлиге оның психологы Бетти келеді. Бетти оған сен біреудің қателігіне бола зардап шекпеу керексің деп кеңес береді. Бірақ Харли оның жылап жатқанына қарамастан менің орным түрмеде деп кетіп қалады. Ол камераға кіріп жатқанда ол Джодидің оған жазған хатын есіне алады. Ол хатта өзінің қазір Майк ағасымен бірге тұрып жатқанын және оның қайта оралатынын күтетінін жазған екен. Бүгінге осы. Егер осындай видеоларды жиі көргіңіз келсе, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Қоңыраушаны қосып қойыңыз. Сіздермен бірге болған оқиғалар